Assalamualaikum көрермендер. Бүгін мен сіздерге қабырға мен еденнің арасын бекітетін плинтусты қалай орнату керек, соны мен сіздерге көрсететін болам. Алдыменен менің тағы осындай пайдалы видеоларымды өткізіп алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Пластик плинтусты орнату үшін мынандай әртүрлі бұрыштары қажет, ішкі бұрышы ve сыртқы бұрышы. Мынандай соны ұстап тұратын, сыртқы бұрышын ұстап тұратын бекіткіші қажет. Және мындай плинтусты жалғайтын жалғау, тағы да ең шетінде тұратын бекіткіш қажет болады. Плинтустың сыртқы және ішкі қабаты болады. Соның сыртқы қабатын алып тастап, ішкі қабатын қабырғаға өлшеп, кесіп алып, осылай шуруппен бекітіп шығамыз. Шурповердің көмегімен. Бұл қабырға балшықтан болғасын, ағашқа арналған шуруппенен бекітіп шығамыз. Егер үйіңіздің қабырғасы бетоннан болса, оны фишер шуруппенен бекітіледі. Мінекей плинтуспен бұрышын осылай қабырғаға қойып, соған қарап өлшеп, плинтустың бір ұшын бұрышқа апарып, сонымен өлшеп, екінші бір ұшын сыртқы қабырғаның бұрышына қойып, соның қырымен өлшеп кесіп тастаймыз. Kesіп дайындап алған плинтусымызды қабырғаға осылай орнатып шығамыз. Плинтустың ішкі жағын осылай қылып бекітіп шығамыз, айналдырып. Мінекей енді сыртқы қабатын осылай қылып кигізіп шығамыз. Мінекей мына сыртқы қабаты плинтусымыздың. Ондай ұшын кесіп аламыз, оңай орналасу үшін. Мінекей құрметті көрермендер, осылай қылып плинтустың сыртқы қабатында орнатып шықтық. Видеом ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер.